Қазіргі орындайтын шығармамыз «Ауылым» деп аталады. Өлеңнің авторы аққырлық ақын Бағдат Жүсіпов. Орындайтын жыршы Әділхан Қуаңбаев. Аядай ғана ауылдың бақыты өрге тасыған, жырға бөлеп елімді өркендеп өстім қасынан. Сырын сақтап елімнің жақсылығын асырам, шайырлықтың жүзігін қолымнан қалай жасырам. Қуаныш пен қасірет қатар өскен жасынан, көлеңкедей қалмай жүр пенденің еріп қасынан. Қайық болып сұмажал келмеске адам тасыған, жаласы көп жалғанның ей қалың өскен шашынан. Көтеріліп көкке ұшып сабырбек қайта қонбаған, алынса жерден топырақ орнына салса толмаған. Амал бар ма тағдырға пенденің ойы болмаған, 10 баланың 9-ын Алланың өзі қолдаған. Өртеңге өскен гүлдері қауындай пісіп торлаған, орнында бар оңалып ей жапырағы солмаған. Ерке бұдан ер жетіп көккөрлеген санасы, 3 баласы қасында кір шалмаған жағасы. Отқа түскен темірдей талай мықты жасыған, әмин әмин тайшықтың жүрегін қайғы қасыған. Атанасы баланың сырын білген жасынан, аузына қолы жеткендей балапан ұшты қасынан. Келмеске кетіп сабырбек әскерде болған қазасы, ел қорғаған ерлердің оқыстан келер жазасы. Өрлеп тұрған шаңыраққа осындай нәубет орнаған, қазанның қара бұлттары ей аспанды жауып торлаған. Беріп жатыр өткенге Сабырбектің баласы, жусанның исі бұрқырап құшақ жайды даласы. Көп тілегі ой көл болып көтерілген бағасы, түскен шығар бір аунап атасы менен анасы. Өнер қонған еледі сұлу сырдың саласы, шақырған соң бас қосты арқамен сырдың арасы. Дүбірлетіп ат шапқан майдөзектің жағасы, саздауенді тыңдады Қызылқұмның даласы. Естелік кітап жазылды, елге мәлім болсын деп, жырдан шашу шашылды, берекесі толсын деп, өткенге тағзым етілді, қыдыр келіп қонсын деп, ағайындар қол жайды астарың қабыл болсын деп.